Телефонды адам денесіне өте жақындатуға болмайды. Оны алыс ұстау керек. Неге? Өйткені ол телефоннан шығатын излучение неткенде біздің адамның ағзасына өте зиян. Ол қан айналымына өте кері әсер етеді. Біз өздеріңіз білесіздер, күнделікті қолымызға телефонды ұстап аламыз да, көп отырсаңыз қолыңыз ұйып қалады. Неге? Өйткені адамның қанының құрамында железо бар, темір бар. Сол ана телефонды ұстағанда оның барлығы бір жерге жиналады, сондықтан да ол үйиді. Даже сіздер өздеріңіз білесіздер, айфонның ішінде жазылғаны бар, официальный источникта жазылғаны бар, что он денеге жақындатуға болмай излучение болады деген. Егер сол излучениені өте көп жақындатсаңыз, одан онкологияның да тууы әбден мүмкін. Егер сіз өзіңіздің көзіңізді, немесе балаларыңыздың, ата-аналарыңыздың көзін қорғағыңыз келсе, міне оларға мына сияқты графеновый очки бар. Бұның көзіндегі стеклосы өте жақсы қорғайды. Графен материалдан жасалғандықтан одан анион шығарып, ол қан айналымын жақсартады. Егер сіз осы графеновый очки туралы ақпарат алғыңыз келсе, дайректқа хабарласыңыз.